Ал адам кино көріп тәубеге келуі мүмкін ба? Мүмкін, өйткені ол сырттан әсер ету деген дүние болады. Себебі сен кейде басыңда бақыт тұрғанында, немесе басыңда ауыртпашылық тұрғанында байқамайсың. Сол кезде сырттан әсер ету арқылы бір дана адамнан тыңдау, досыңнан насихат тыңдау, немесе бір кітап оқу, кино көру дегендей бір идеологиялық бір ақпаратты қабылдау арқылы тәубеңе келесің. Әсіресе соның ішінде заманымыздың ең өткір жанры ол кино. Кино көру арқылы жолыңыз ашылуы мүмкін тәубеге кеп, кино көру арқылы табысыңыз артуы мүмкін тәубеге кеп, кино арқылы әсер алып, сіз мүмкін тұлға ретінде көп бақытқа қол жеткізуіңіз мүмкін. Тәубе киносынан не күтесіз? Тәубе киносынан біріншіден рухани ләззат күтем. Адамдар содан бір рухани ләззат алады деп ойлаймын. Екінші, ол 1-2 сағаттық дүние болса да, адам қалған өміріне жетерлік бір әсер етуші факторды адамдар қабылдайды деп ойлаймын. Бәрекелді, 22 қаңтардан бастап барлық Қазақстанның кинотеатрларында тәубе киносы жарыққа шығатын болады. Мұхамеджан аға тәубе киносынан не күтетіндігін айтты, ал біз сіздерді тәубе киносында күтеміз.